Сәлем құрметті достар, бүгінгі видеода телефонымыздың қатып қалмай, тармайсыз етпей жақсы жұмыс жасау үшін 3 түрлі настройканы көрсететін боламын. Яғни бізге белгілі бір приложение тартудың қажеті жоқ, ол кәдімгі настройка бөлімінде жасалынатын настройкалар. Мейлі қымбат немесе арзан телефондар болсын, барлық телефондарда кездесетін настройкалар. Өзіміз білетін телефонымызда көптеген приложениялар бар. Ол яғни өзінің мына бір системный приложениялары және де біз Play Market'тен тартып алған приложениялар. Осы жерде айта кететін жағдай, сол приложениялардың барлығын өз кезегінде белгілі бір разработчиктер компаниясы бақылап отырады. Ол неге, не үшін бақылап отырады, оларға не үшін керек, оның барлығын қазір айтып өтетін боламын. Видеоның соңына дейін көріңіздер, сіздерге пайдалы болады деген үміттемін. Және де сіздерден кішігірім өтініш, каналға тіркеле кетіңіздер, лайк басыңыздар, осы видеоға комментарий қалдырыңыздар, өз ойларыңызды жазыңыздар. Әрине ол сіздер үшін өте оңай, ал маған ол үлкен мотивация. Ал каналға тіркелген болсаңыздар, онда біз видеоны бастайық. Біз енді қарапайым телефондағы настройка бөліміне кіреміз. Осы жерден астына түссеңіздер, Google деген бөлімі бар, барлық телефондарда кездеседі. Осының үстінен басып кіреміз. Осы жерден жоғары жақта 3 точка көріп тұрсыңыздар. Осының үстінен басып, ең жоғарыда бірінші тұрған использование и диагностика деген жазудың үстінен бассаңыздар, осы жерден включено деп тұрған батырманы өшіресіздер. Ол не үшін осы жерден астында жазып қойған, оқып алсаңыздар болады. Яғни бұл жерде жазғаны жаңа Android-тың одан сайын жақсы жұмыс жасау үшін және Android программасын дамыту үшін осы батырманы қосып қою керек деп айтылады. Ол не үшін? Қазір айтып өтетін боламын тағы да. Екінші бір жолын көрсетейін. Осыдан сәл астына түссеңіздер, персонализация и с учетом общих данных деген жазу тұр. Осыны басасыздар. Міне қараңыздар, менде барлығы бренд приложениялар қосылып тұр. Сіздерде бұл жерде көп приложениялар тұруы мүмкін, немесе аз тұруы мүмкін. Осы жерден барлығын міндетті түрде өшіріп шығыңыздар. Барлығын. Галочканың барлығын. Ол неге? Яғни Google компаниясы осы арқылы сіздің барлық данныйларыңызға қол жеткізеді. Яғни сіз телефонда неге қызығасыз, немен айналысып жатсыз, қызығушылығыңыз неге артып жатыр, барлығын бақылап отырады. Бақылап отырады да сол қызығушылығыңызға байланысты өзінің рекламаларын жіберіп отырады. Мысалға байқайсыздар ма, сіздер Google'дан немесе бір басқа бір браузерден бір өзіңізге керекті, мысалға айтайық, бір телефон немесе наушник іздедіңіз. Қарап отырсаңыздар, соған қарай Google телефон, наушник сататын магазинді, немесе қазір көп қой, Технодом бар, Каспий бар, Сулпак бар, солардың рекламаларын сізге тығып отырады. Сіз мейлі YouTube'тан видео көріңіз, немесе бір сайттарға кіріңіз, сол магазиндердің рекламалары сізге шығып отырады белгілі бір уақытта. Ол не үшін? Өйткені сіз Google-дан сол нәрсеге қызығушылық таныттыңыз. Оны жалпақ тілмен айтқанда қуалайтын реклама деп айтады. Сол үшін Google компаниясы біздің барлық не қолданып жатқанымыздың барлығын бақылап отырады. Өйткені өзінің рекламаларын сізге жіберіп отыру үшін. Осы жерден үшінші бір айта кететін, соның сәл ғана астында реклама деген жазу тұр. Соның үстінен басасыздар. Ең жоғарыда тұрған сбросить рекламный идентификатор. Осыны подтвердить етесіздер. Сосын астында екінші тұрған удалить рекламный идентификатор дейді, осыны удалить етесіздер. Міне қараңыздар, менде сол екі вкладка жоқ болып кетті. Осыны өшірсеңіздер, сізде ешқандай реклама қуаламайды. Сіздің қызығушылығыңызға қарай қайта-қайта реклама шыға бермейді. Және де сіздің телефоныңыз жұмыс жасауы да жақсарады. Зарядыңыз да көпке шыдай бастайды. Оның разницасын өздеріңіз көре бересіздер ары қарай. Әрине осыны қолданып көріңіздер, пайдасын тигізеді. Телефонда бір обновление болған кезде осыны тағы бір тексеріп, өшіріп шығыңыздар. Ал видео сіздерге ұнаса лайк басыңыздар достар, каналға тіркеле кетуді ұмытпаңыздар әрине. Қоңыраушаны басып қойыңыздар, сіздер үшін тағы да бір қызықты видеоларды шығарып отыратын боламын.